Астана мен Алматы жұрты демалыста ұйықтамай Парижден келген спортшыларды қарсы алды. Жаһандық жарыста жұртын жерге қаратса да, сый құрметі мен қолдауын аямады көпшілік. Таңғы 3 болғанына қарамастан әуежайға жиналды. Ал Демеу Жадыраевтың аяғын жерге тигізбей, көкке көтеріп, ауылдастары көлікпен үйдің кілтін табыстады. Ал бір күміс, бір қоламен қайтқан боксшыларға не бұйырды дейсіздер ғой? Оны әріптесім айтады. Туған жердің ту көтерген ұлына тартуы бұл. Грек-рим күресінен күллі әлемді мойындатқан дарабоз Демеу Жадыраевты Жаркент жұрты көкке көтерді. Темір тұлпары бір бөлек, анасына арнайы баспана табыс етті. 23 жыл ғұмырын спортқа арнаған баламның еңбегі ақталды деп, батырана ағынан жарылды. Біздің баламыз арда берді жүрді, қиналған кезімізде болды. Қиналған кезімізден міне баламның мына орын алып, жеңісімен келгеннен кейін көзге көрініп, еліме, халқыма көрініп атқаныма рахмет. Құлынында құнанынан озған Демеуді бала күнінен спортқа баулып, баптаған бапкерлердің де еңбегі елеусіз қалмады. Жергілікті әкімдік палуанның қос ұстазына да көлік мінгізді. Тарихи жеңісті тойлатқан жаттықтырушысы мен шәкіртінің биі де жұрттың ыстық ықыласына бөленді. Бұл барлығымыздың жеңісіміз. Сіздердің қолдауларыңыз сонау Париж төрінде маған қатты сезілді. Әрқашан лед экраннан тамашалап, тақым қысып, көздеріңізден жас ағызып, сондай шын жүректен тілеген тілектеріңізді, дұғаларыңызды мен сезіндім. Баршаларыңызға көп алғысымды білдіремін. Токиода күйреген, Парижде де күйбелең. Күміспен қола сый деген боксшыларда елге оралды. Жеті жігіттің жүгін арқалап, Алаштың намысын абыроймен қорғаған Нұрбек Оралбайды Астана халқы құрметпен қарсы алды. Парижде топ жаруға бір қадам жетпей қалған жерлесіміз Америка төрінде алтыннан алқа тағынуға уәде етті. Сіздер үшін алтын алғым келіп, қазақ елін қуантып, әнұранымыз шырқаттым келген еді. Енді Алла қаласа осы жол бұйырмапты. Енді келесі Олимпиада ойындарында бар күшім салып, Алла қаласа елге абыроймен оралып, қазақ елін қуантам деп ойлаймын. Етекті болса да ерге бергісіз қазақтың қайсар қызы Назым Қызайбайды да Алматы жұрты көкке көтерді. Таңғы 4-те тарихи сәтті көруге жиналған топтың қарасызда қалың, боксшының атанасы мен туған туыстарда тегіс жиналған. Рингке шыққан кезде кішкене қобалжып отырам, өзім көре алмаймын. Кейіннен уже бокс біткен кезде соңген барып көрем артынан кейін. Жеңді деген кезде. Ұлы жыл деген, өзі деген біз үшін үлкен жетістік. Қазағымыздың несін көтеріп отырған. Алғашқы олимпиадасында шың басына шыққан жерлесіміз болашақ жоспарымен де бөлісті. Жақсы дайындалып, қолаға қол жеткізіп өте қуаныштымыз. Жеңіске жеткен мен сезініп жатырмын, осылай халық күтіп алып жатыр. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, бокста 3 дүркін әлем чемпионы жоқ. Сол тарих жанрында 3 дүркін әлем чемпионы атануы үшін барым саламын. Елдос Сметовтің үйінің алдын асфальттаған тараздық шенеуніктер хит қазір. Әр өңірдің халқы олимпиададан жүлделі келген басқа спортшылардың да көшесіне жол төсеуін сұрап, бірінен соң бірі желге салуда. Бірақ шаң басқан ойдым жолдарды оңалтамыз деп ешбір шенді ауыз толтырып айта алмады. Тек көлік пен үй беріп қуантуда. Жақсылық Жасұланұлы, Мәди Шыңғыс, Еуразия бірінші арнасы.